Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ауызашар шайына арналған өте дәмді, керемет болып шығатын карамельный чизкейктің жасалу жолын көрсететін боламын. Ақылы мастер-класстарда сатылып жүрген рецепті сіздерге тегін көрсететін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыз. Ал енді ыдысымызға жұмсақ еріп тұрған сары майды саламыз. Менде 82% май, үстіне қант ұнтағын және бір жұмыртқаны сеуіп, бір ас қасық қаймақ 20%. Осылардың барлығын салып, жақсылап бір рет миксермен айналдырып аламыз. Басқа ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып, үстінен 1,5 шай қасық қамыр қопсқыш разрыхлитель салып, осыны жаңағы массамыздың үстіне салып, екеуін бірге біріктіріп, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Ұнды бірден салып тастамай, 2-3-ке бөліп саламыз. Бір миксермен араластырып алған соң, осылай қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей, менің қамырым өте жұмсақ. Енді осыны пакетикке салып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. 2 жұмыртқа, қант ұнтағы салып, бірінші венчиктің көмегімен бір-бір араластырып аламыз. Одан кейін 400 граммдай қаймақ салдым. Менде дүкеннің қаймағы 20%. Үстінен варенка. Варенканың ең сапалысын, яғни ыстыққа шыдамдысын таңдау керек. 3 желания, ТЭП немесе Любавинка деген осы 3 фирманың варенкасын қолдануға кеңес беремін. Осылардың барлығын қазір блендермен осылай езіп аламыз. Сөйтіп бір келкі масса шығарамыз. Осымен салмамыз дайын. Енді қазір қамырымызды формаға саламыз. Форманың размері менде 22, 20, 22, 24 размерлі табаларға, яғни формаға салуға болады. Жақсылап қамырды үстіне жайып, жайғастырып, бортиктерін шығарамыз. Және де вилканың көмегімен бір-бір тесіп аламыз. Сол кезде қамырымыз беті бір тегіс болып, қатты көтеріліп кетпейді. Үстінен салмасын салып, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскен соң пештің ішіне 1 сағат суытамыз. Одан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде арасындағы салмасы қатады. Ауызашар шайына арнап, осы пирогты міндетті түрде сізге пісіруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Құрамына қосатын заттар да өте қолжетімді және тез дайын болады. Видеом ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыз.